қазақтың көрнекті ақыны, қазақ оқырмандарының ыстық ықыласы мен құрметіне бөленген ұлтымыздың ұлы жыршысы, дауылпаз ақын Қасым Аманжоловтың туғанына 110 жыл толуына орай нөмірі 21 негізгі орта мектептің кітапханасы қазақ жырының алдаспаны Қасым атты челленджді бастады. Мен Алмагүл Жұмагелдіқызы, Қасым ауылының тумасымын. Қызыл көшен баурайында балалық бал шағым өткен. Қасиетті Қасым құдығынан су ішкен, ақынның өлеңіне ынтық болған оқырманның бірімін. Ұлттық әдебиетіміздің заңғар аспанындағы жарық жұлдызы, мәңгі өлмес шамшырағы Қасым Аманжоловтың мерейтойына арналған челленджді ақынның баспана өлеңімен бастаймын. Баспана деп бастайын бұл жырымды, отырғанда жамылып жылы күнді, қылыш сүйреп, қатал қыса келіп, өлең менің тыңдамас бұйрығымды. 10 жыл бопты, жүгірдім Астанада, шақырса да бармадым басқа қала. Алдан шелесі қылды үміт қуып, 10 жыл болды зар баспанаға. Қалай салған ағаштан не кірпішті, баспана бір үй еді 4 бұрышты. Алғашқыда өртеңгір жерде еді, енді бүгін қиял боп аспан ұшты. Құзға салған қыранның ұясындай, ұшпақтағы софының құжырасындай, елестейді баспана Алматының кең қойнына бір ғасым қойды сыймай. 10 жыл босқа жүгірдім, болмай жолым, баспалдағын тоздырдың квартироның. Бір ордерге бір бастық қол қойғанша, үлгеріппін мен жазып өлең томын. Талай үйдің телміртті терезесі, Алматыны шарладым ерте кеші, алғызбады баспана қиял қамал. Көңілімде қалды тек көлеңкесі, ақын болдым, жырладым Астанам деп. Бос жүгіріп жүрмедім, босқа нан жеп, солдат болдым, сағындым, келдім қайтып. Тағы біраз жүгірдім, баспан іздеп, жер сұрадым, ақыры күрке салар. Жерде жоқ боп шыққан соң не шара бар. Жер сұрасам сілтейді зират жаққа. Өлген жоқпын, қақым жоқ, олай барар. Қойдым енді сірамен ұялмаспын. Үйім жоқ деп ешқашан ұялмаспын. Өгей қойнына сыймасам да, кет алмаспын, Астанам қиялмаспын. Аспан жер бәрі де үйім менің, сенің көркің Астанам сүйсінгенім. Кең көшеде еркіндеп жүрсем басып, не қиындық болса да иілмедім. Осы челленджді мектебіміздің білікті басшысы, ұлағатты ұстаз Қасенова Мағрифа Фазылқызына жолдаймын.